Сәлем достар, бүгінгі видеода әдемі шрифтармен қалай жазуды көрсететін боламын. Алдымен бізге Ponto немесе Pixart программасын ашу қажет. Маған ыңғайлы Ponto программасы. Ортасындағына басасыздар, фотоальбомс деп шығады. Фотоальбомстан өзіңіздің керек шаблоныңызды таңдап аласыз. Керек шаблонымызды таңдап алдық. Енді міне осы жерге біз әдемі шрифтпен жазуды жазамыз. Ол үшін бізге Telegram каналына кіру керек. Telegram каналында менде шрифттар бар. Міне шрифт файл ретінде файлды бастасақ, ол осылай шығады, сізде ашылмайды. Сол үшін бізге сол файлдың үстін басып тұру керек. Басқаннан кейін выбрать деп басасыз. Астында стрелка жоғарыға қарап тұр. Сол стрелкаға басып, бізге Ponto программасы немесе Pixart болса, Pixart программасының ішіне енгізесіздер. Міне, маған Ponto программасы қажет болады. Ponto программасына енгізем. Міне, InStyle енгіздім, ок. Енді әріпімізді жазамыз. Суреттің үстінен басып тұрамыз да. Жаңағы міне енді біздің жазуымыз осылай жазылды. Егер шрифтіңіз шықпай жатса, астында Ponto деп тұр. Сол Pontoға бассаңыздар, шрифтіңізді тауып аласыз. Енді қазір жазуды жазғанда барлығы белый түспен жазылады. Цветін өзгертеміз. Style деп тұр, сол стайлға кіріп. Енді осы жазуды өзіміздің шаблонымызға қойып шығамыз. Кішкене размерін өзгертсеңіздер болады. Егер де кіріп, видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Енді қазір бізге главный жазуды жазу керек. Міне көк түспен жазылды. Енді қазір оранжевый түсті таңдап аламын. Оранжевый түсті таңдап аламын да, астында регулировкасы тұр, соны дұрыстаймын. Міне кішкене золотистый сияқты түске келтіріп аламын. Келтіріп болғаннан кейін енді сайызға басып размерін дұрыстап аламын. Міне кішкене үлкейтеміз. Міне барлығы дайын. Енді астында стрелка жоғарыға қарап тұр, соған басып сохранить етіп аласыздар. Осы қазақша шрифт алу үшін алдымен менің YouTube каналыма подписаться етіп, сосын комментарийдің астында бесплатно Telegram каналға ссылканы қалдыратын боламын. Всем пока, мен YouTube каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.